түсінде қан көру жай ғана бейнелер емес, бұл ішкі жан дүниеңіздегі күйзеліс, ойлар мен сезімдердің бейнесі болуы мүмкін. Мұндай түс көбіне өміріңіздегі терең эмоциялық жағдайлармен байланыстырылады. Оның мәні көрініс түріне қарай әрқалай жорылады. Қан көру жалпы түрде. Бұл түс моральдық немесе эмоционалдық ауыртпалықтың, жүрекке түскен салмақтың белгісі. Ол өкпе, реніш, мазасыздық сияқты ішкі күйзелістерді білдіруі мүмкін. Кейде бұл өткендегі қателіктеріңіз немесе өкінген істеріңіз туралы ескерту. Өз денеңізден қан ағуы. Мұндай түс күш-қуаттың азайғанын, шаршауды немесе өмірлік энергияның таусылғанын білдіреді. Сонымен қатар бұл түс ар, ұят, өз ісіне өкіну, ішкі тазаруға ұмтылу белгісі де болуы мүмкін. Кейде бұл бір іске шын жүректен беріліп, өзін құрбан ету нышаны. Басқа біреудің қанын көру. Бұл түс біреумен жанжалға немесе түсініспеушілікке ұрынуыңыздың белгісі болуы мүмкін. Сондай-ақ бұл өзге адамның ішкі жағдайына араласуыңыз, немесе ол адаммен рухани байланыс орнауының нышаны. Қанмен былғанған киім немесе заттар. Мұндай көрініс беделге дақ түсуі, өсек аяң, жала жабу сияқты жағымсыз жағдайларды меңзеуі мүмкін. Бұл өміріңізде әлі шешілмеген мәселенің барын білдіруі мүмкін. Қан төгілуі, соғыс, ұрыс. Түсінде төгілген қан, ішкі күрес, өмірде маңызды шешім қабылдау қажеттігі туралы белгі. Бұл адам жанындағы қарсыластық пен рухани шайқастың көрінісі болуы мүмкін. Қан түсте кездейсоқ көрінбейді. Ол жүректегі үнсіз сырды, жанның шынайы күйін білдіреді. Түсті жорудан бұрын өзіңізге сұрақ қойыңыз: не мазалап жүр, неден шаршадым, кімді кешірмедім? Жауапта сол жерде жатыр.